Саран қаласының мәдениет үйінде әлемдік, сондай-ақ арқа төріндегі білімнің ұстаханасы саналған Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық техникалық колледжінің 100 жылдық мерейтойы дүркіреп аталып өтті. Қара шаңырақтың мерейтойы іргелі оқу орнының ардагерлері, оқытушылар мен түлектер үшін ғана емес, аймақ жұртшылық үшін де айтулы мереке. Салтанатты кешке Саран қаласының әкімінің орынбасары Ералы Оспанов, облыстық білім басқармасының басшысы Гүлсім Қожахметова бастаған зиялы қауым өкілдері, колледж ұжымы, студенттер мен қала тұрғындары қатысты. Оқу ордасы 100 жылда сан қилы мыңдаған түлектерді қанаттандырды. Олардың ішінде елімізге ғана емес, аты әлемге шыққан Кеңес одағының батырлары Мартбек Мамраев, Қазбек Нұржанов, академиктер Шокин, Сағынов, Маманов, Жаутиков, Қазақ Кеңес Социалистік Республикасы оқу министрі болған Сембаев, орталық комитетінің секретары қызмет атқарған Кенжебаев. Ордалы оқу орнынан республика ғана емес, дүние жүзіне танымал майталман мамандар шықты. Олардың қатарында Мартбек Мамраев, Қазбек Нұржанов пен академиктер Шокин, Сағынов, Мамановтар да бар. Тарихы тереңде жатқан білім ордасынан қаншама түлек білім алды. Білім ордасында кәсіби ұстаздар сабақ берді. Оқу орнының директоры шараның қатысушыларын айтулы күнмен құттықтап, ұлағатты ұстаздарға құрмет грамоталарын табыс етті. Мерейтойға еліміздің түкпір-түкпірінен түлектер мен мәртебелі қонақтар келді. Бүгінгі қара шаңырағымыз Абай атындағы кезіндегі педучилище, қазіргі Абай атындағы жоғарғы технология колледждің 100 жылдық мерейтойына келіп тұрмыз. Тарихқа үңілетін болсақ, осыдан 1922 жылы Қарқаралы қаласында бірінші педучилище ретінде құрылған оқу орны. Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық колледжінің 100 жылдығы мерекесі атап өтілуде. Сол мерекеге орай міне бүгін көптеген қонақтар шақырылған болатын. Осы колледждің түлектері, ардагерлері, осы колледждің жетістіктері өте көп. Гуманитарлық және техникалық екі бағытты біріктіріп отырған облысымыздағы ірі көлемдегі колледждардың бірі болып есептеледі. Бүгін біздің шаңырақта үлкен киелі той жүріп жатыр. Киелі Қарқаралы жерінен басталған тарихтан бүгін бұл үлкен ұжым 120 адамнан артық мұғалімдері бар. Бір-бірін тыңдай білетін, бір-бірін сіз деп құрметтей білетін және қолдап, қордап жүретін үлкен ұжым. Мен бұл сіздерге тек қана табыстық шығармашылық, тек қана жақсы түлек, тыңдай білетін, алғысы мол тілек тілеймін. Мерейтойлық мәнді шара үлкен мерекелік концертпен аяқталды. Айдын Тонтайтегі, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.